болмайды. Балақай, терезенің алдына шығуға болмайды. Терезе сынып кетуі мүмкін. Кір жуатын машинаға жақындауға болмайды. Жұмыс істеп жатқанда қатты қозғалады. Көлік жүретін жолдан сырғанауға болмайды. Көлік тайғанда тоқтай алмайды. Балақай, рұқсатсыз сөмке қарауға, электр затын алуға болмайды. Тұрма, орныңнан тұрма. Электр қуатымен ойнама, жақындауға да болмайды. Танымайтын адамнан тәттілер алуға болмайды. Балақай, көп уақыт ұялы телефонмен ойнауға болмайды. Көзіне зақым келеді. Бұзық болмаңдар. Үлкендерге орын беріңдер. Ешқашан өтірік сөйлемеңдер. Достарыңды мазақтамаңдар. Қолдарың бос кезде кітап оқыңдар. Сурет салыңдар. Жаттығу жасаңдар. Ата-аналарына көмектесіңдер. Балалар, үлкенге құрмет, кішіге қамқор болыңдар. Ата-аналарыңдар, ұстаздарыңды тыңдаңдар. Жаман әдеттен аулақ болыңдар. Жүріп келе жатқан көлік тоқтай алмай қалуы мүмкін. Расыл, алдыңа қара. Су жанғанда тоқтаймыз. Ал жазық су жанғанда өтеміз. Балалар, жолдан жүріп өтуге велосипед Отыр орындарыңа. Дұрысы, жүгірмей өтіп, велосипедті қолға ұстап өтеміз. Балақай, беті қолыңды жумай, тамақ ішуге болмайды. Ас ішерде міндетті түрде қолымызды жуамыз. Әр сашты ұстаған сайын қолымызға микробтар жабысады. Деп алдап, сендерді ұрлап немесе басқа жаққа алып кету мүмкін, иә? Үйін жинатып, немесе одан да сүйікті жағдайлар. Қазақтың тұңғыш саяси партиясының ұйымдастырушы және Алашорда үкіметінің төрағасы. Туған жері бұрынғы Семей облысындағы Қарқаралы уезінің Тоқырауын болысы, қазіргі Қарағанды облысының Ақбертай ауданы. Әлихан ілгерішіл ұлт зиялыларының лидері, қазақтың өлкетану ғылымының негізін қалаушы, қазақ халқының төл тарихы, әдебиеті, фольклоры, этнография. Әлихан Бөкейхан ұсынған қазақтың ұлттық қозғалысының алаш деп атауының мағынасы, қазақ зиялыларының 20 ғасырдың басындағы қозғалысының ең басты уағыздамасына. Яғни бізде алаш деген партия болған екен бұрында, сол партияның көшбасшысы болған екен. Яғни оның құрамында кім болған білесіздер ме балалар? Алаш партиясының құрамында Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынов деген сияқты өте үлкен тұлғалар келген екен. 1866 жылы қай қалада дүниеге келген? Семей қаласы Қарқаралы округінде дүниеге келген, иә? Ол қандай партияны басқарған екен? Міржақып Дулатұлы және Әлихан Бөкейханов, иә? Және де ол тарихта қандай орны бар екен? Қазақ автономиясын істеген? Басқарған, иә? Яғни қазақ автономиясын құруға өзінің үлесін қосқан өте ұлы тұлға десек болады, иә? Бір сөзбен сендер Әлихан Бөкейхановты сипаттаңдаршы. Иә, сол сияқты. Бір сөз айтыңдар. Батыр деген. Ақылды деген сияқты айта берсеңізші. Мейірімді.
Аудармашы, жарайсың. Өте күшті ақын. Күшті ақын. Өте ақын. Bir sözü mesele. Solomon, молодец. Yani 900 değil mi? O qanday hukumat төрағасы болды? Алаш үкіметінің төрағасы болды. Алаш партиясы деген не? Ал енді. Таңба басқандай жазып кетіпті. Тізесін бүкпеген, айылын жимаған, ешкімнен қаймықпаған, қазақтың талай арысы жапон журналист болған. Ленин «Искра» газетін шығарып, өзі редактор болса, Сталин бүкіл мақалалар мен сөйлейтін сөздерін өз қолымен жазған. Осы екі тұлғаны да Әлихан атамыз көзіне ілмеген. Әлемде әуелі бутыркаға қамап тастағанда Есхан атамыздың үй қамақта болу содан. Бірақ ақырында НКВД Нығмет Нұрмақов екеуін бір күнде атып тастаған. Әлихан Бөкейханның Ленинді де, Сталинді де бойына теңгермегеніне тағы бір дәлел. Ленин Алашорданы ақтап кешірім жасағаннан кейін қазақ елінің атынан Ресеймен келіссөз столына Алашорда үкімет отыр. Әлекеңнің өзі баратын жөні бар ғой. Бармайды. Алаш арыстарының ішіндегі ең жасы Әлімхан Ермековті жібереді. Ленинмен 4 сағат ырғасқан Ермеков Қазақстанның осы бүгінгі шекарасын шегелеп, басқа да көп шаруаны тындырып шығады. Сонда Ахмет Байтұрсынов айтты деген сөз бар. Лениннің біздің Әлімханмен 4 сағатқа сөйлесуге жарады, осал емес екен деген екен. Университетте Ленин 6 тіл біледі деп оқытқан. Біздің Әлихан атамыз орыс тілде еркін сөйлеп көсіліп жазған. Францияның күні күнге дейін шығып келе жатқан Фигаро газетіне француз тілінде 1930 жылы 2 мақаласы жарияланған көрінеді. Шіркін, тауға келсе ғой. Сонда кім мықты? Әлекең бе, Ленин бе? Республиканың төрағасы бұл жасалды. Жақсылап ойлаңдар. Дұрыс айтасың әлі. Жарайсың. Яғни Әлихан Бөкейхан қазақ емес па? Сол себепті қазақ жоқ. Ол қай қалада Семейге келген екен? Семей қаласы, иә? Алдан жерде Семей деген бар ма? Жоқ. Семей деген жоқ. Яғни бұл қате жауап, иә? Қарағанды қаласынан келмеген, иә? Келесі, Әлихан қай съезде депутат болған? Балақай, танымайтын адамға есік ашуға болмайды. Суға ата-ананың қарауынсыз, рұқсатынсыз түсуге болмайды. Балақай, терезенің алдына шығуға болмайды. Терезе сынып кетуі мүмкін. Кір жуатын машинаға жақындауға болмайды. Жұмыс істеп жатқанда қатты қозғалады. Көлік жүретін жолда сырғанауға болмайды. Көлік тайғанап тоқтай алмайды. Балақай, рұқсатсыз сөзге қарауға, біреудің затын алуға болмайды. Тұрма, орныңнан тұрма. Электр қуатымен ойнама, жақындауға да болмайды. Танымайтын адамнан тәттілер алуға болмайды. Балақай, көп уақыт ұялы телефонмен ойнауға болмайды. Көзіне зақым келеді. Бұзық болмаңдар. Үлкендерге орын беріңдер. Ешқашан өтірік сөйлемеңдер. Достарыңды мазақтамаңдар. Қолдарың бос кезде кітап оқыңдар. Сурет салыңдар. Жаттығу жасаңдар. Ата-аналарына көмектесіңдер.
Балалар, үлкенге құрмет, кішіге қамқор болыңдар. Ата-аналарыңдар, ұстаздарыңдар, тыңдарыңдар. Жаман әдеттен аулақ болыңдар. Не істеу керекпіз? Қолды көтеріп жауап беру керекпіз, жарайсың. Келесі сұрақ. Әлихан меңгерген мамандықтар қандай? Экономист, әдебиетші, публицист және аудармашы. Келесі. География, математика, заң саласы, тарих, математика, видеода не туралы айтылды? Әдебиетші, Айсере белгілі. Айсере қаншалықты біледі екен тексеріп көрейік. Жарайсың, Айсереге шапал. Келесі соңғы сұрақ. Алаш партиясының құрамында көмекшілер кім болған? Кім екен?